Соңғы 2 тәулікте тағы да 3 адам менингиттен көз жұмды. Осылайша жұқпалы дерттен ажал құшқандардың саны арта түсті. Менингококк инфекциясын жұқтырғандардың дені Алматы қаласында тіркелген. Каждый день в скорую помощь с подозрением на менингит обращаются порядка 400 человек. Қауіптенген жұрт қазір жаппай екпе салып жатыр. Елдің үрейін алған менингит инфекциясының беті қашан қайтады? Мама, мен шаршап кеттім, пожалуйста, болды ма деп жылап, балапаным сол жатты менің. Сәлем достар, бірнеше күннің ішінде еліміздің баршасы менингит ауруының қаупі жайлы біліп, денсаулықтары үшін алаңдай бастады. Ал сол менингококк инфекциясының жұқтырғандарының дені Алматы қаласында тіркелген. Жыл басталғалы Алматыда осы аурудың белгісі бар деген күдікпен 80 адам ауруханаға түсіп, оның 32-сі науқас деп танылып, 6-ы қайтыс болып кеткен. Енді менингит ауруы шығып тараған сәтте көрермендеріміз бұл сұмдық дерт жайлы көбірек білгісі келіп, осы жайында видеоның шығуын қалаған еді. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін менингит ауруы және оның белгілері жайлы айтатын боламыз. Елімізде менингит қаупі сейілмей тұр. Менингит дертінен өткен демалыстарда ғана тағы 2 адам көз жұмды. Оңайлықпен жұғып, өмірді әп-сәтте әкететін менингит елдің зәресін алды. Бұл ми ауруының алғашқы белгілері қарапайым суық тиюге немесе вирустық инфекцияға ұқсағандықтан көбі оған дер кезінде мән бермейді. Тіпті елімізде қайтыс болған адамдардың көбі менингитке шалдыққандарын өмірінің соңғы уақыттарына дейін білмеген. Ал дәрігерлер болса үй жағдайында аса жұқпалы ауру кезінде өздігінен ем жасамауға шақырады. Өйткені үйде менингитті жеңу мүмкін емес. Қазақша ми құрты, яғни менингит өте қатерлі ми ауру болып саналады. Менингит бұл бас миы мен жұлынның қабынуы. Менингит адамның жүйке жүйесіне қатты әсер етіп, нәтижесіне дұрыс көмек көрсетілмесе, адам өз өмірімен тез арада қоштасады. Ауру бастапқы кезінде 2 түрге бөлінеді. Жедел және созылмалы болатын бұл аурудың ең күрделісі мида іріңді түрде болатын менингиалдық синдромы. Сонымен қатар менингиттің бактериалды, вирусты, тазды, токсиплазмозды және де басқандай қауіпті түрлері болады. Бұл аурудың ең жиі таралатын түрі ол бактериалды және вирусты. Алдында келтірілген тізімде бактериалды менингит ең көп адам өмірін әкеткені болып есептеледі. Дегенмен қазіргі таңда оның қоздырушыларын басатын вакциналар бар. Аурудың алғашқы белгілеріне келетін болсақ, ауру жұққаннан кейін 10-12 күннен соң ағзада қатты бас ауру, лоқсу, құсу, ауыз құрғап, қызу көтерілу, дауыс қырылғып, өң бозару тәрізді инкубациялық кезең өтіп, денеде қызыл түсті дақтар пайда болады. Дене қызуы 40-қа дейін жоғарылап, бұлшық еттер тартылып қалады. Дер кезінде ем көрсетілмеген жағдайда науқас сал болып кейін өліп кетуі мүмкін. Сондай-ақ менингит кезінде адам жарық пен дыбыстарға өте сезімтал болады. Кейін науқастың әлі кетіп, ол есінен адаса бастайды. Тез терлеп, дене қызуы көтерілген сәтте адам өлдім деп ойлап, дәл сол ойы дұрыс болу мүмкіндігі жоғарылайды. Жоғары температура, бастың қатты ауруы, құсу бұл тек менингитке емес, солай басқандай ауруларға тән құбылыс. Сондықтан да менингитті өзінің ерекше белгісімен байқаса болады. Ол бұлшық еттердің тартылуы, мойының шалқаюы және де науқас басын көтеруге тырысқан сәтте оның аяқтарының өздігінен жиырылуы. Келесі ол Кёрнинг белгісі. Бұл жағдайда ауру адамның жамбас буыны бүгіліп тұрса, ол тізесін бүге алмайды. Осы видеодағы белгілерді өз ағзаңызда байқасаңыз, жедел түрде ауруханаға хабарласыңыз. Өйткені менингит ешкімді күтпейді. Бұл жағдайда шыны керек, әр минут санаулы болады. Еш қорықпай жедел жәрдемді шақырып, ауруды дер кезінде емдеңіз. Ал егер ауру сізді шетпен өтсе, онда менингитті алдын алу жолдарын жаттап алыңыз. Ең бірінші науқаспен байланысты шектеу. Келесі қолды сабынмен дұрыстап тұрып жуу. Үшінші адам көп жерлерге шықпауға тырысу. Төртінші қауіпті аудандарға бармау. Бесінші ашық су қоймаларында суға түспеу. Және соңғысы масканы тағып жүру. Менингит ауруы тек Алматыда емес, солай Астанада және еліміздің бірнеше қалаларында жүріп жатыр. Дәрігерлер мен мамандардың айтуынша, бұл таралып жатқан ауру эпидемиядан гөрі маусымдық ауруға ұқсайды. Не болса да сақтықта қорлық жоқ демекші, абай болып менингит атты жұқпалы ми ауруына шалдығып қалмаңыз. Ол үшін әрине барлық қауіпсіздік ережелерін сақтап, осы видеоның таралуына көмек етіп жіберіңіз. Бейнероликке лайк басып, поделиться батырмасын басып, ВКонтакте, Facebook, WhatsApp'тағы достар мен туыстарыңызға таратып жіберіңіз. Себебі видеодағы келтірілген мәліметтер әр адамға өмірінде керек болып қалуы мүмкін.
Әрине, елімізде менингиттің орнынан осы видео тараса керемет болар еді. Ал біздің жаңа видеоларымызды өткізіп алмас үшін арнамызға жазылып, не мына жерде қоңыраушаны басып кетуге ұмытпаңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар видео сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтемелер бойынша сіз біздің барлық әлеуметтік желілерімізге өте аласыз. Барлық желілерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.